17. 17 персонал. Молодец екен. Туғандар, мұны айтқандашы, 17 персоналдың бағыштың өзі еле бір қанша тұрады достар. 17 персонал жоқ дегенде 100 000 айтып қойсам, бекерден бекер нерв болып, психовать етіп, видеоны бүгінгі фуршат дейін достар. Мұнан қарасаңыздар, поварыңыз молодец екен, мұналарды қарап көрсеткін. Соның мынау ушул жерден полный алсаңыздар болады достар. Мынакей машина сашынамын да қаул ала бересіз. Азыр бағасын оқығанда давление болып, нервничать етпей, бұны баяғы іштеп жүргендер түсінеді. Дейді азыр, Одан ойда. 100 000 ден иштебейді поварлар, мұны айтқанда. Туғандар, мұны айтқанда 17 персоналға 1 700 000 бұл бер жағы. Персоналға полный бар. Жақшы достар. Халодың өзінше әделі. Халодың Туғандар, ассаламу алейкум достар. Ассаламу алейкум урматтуу автосүйүүчүлөр. Ассаламу алейкум урматтуу менин мекендештерим, Москвада жүргөн бардыгы эле бир туугандарым туғандар. Бүгүнкү чыгарылышыбызда автомобиль болбойт, автосервис болбойт достор. Бул чыгарылышыбызда мындай бизнесмен акаларга кайрылып кетем туғандар. Бизнесмен акаларга, өкөлөргө, досторго кайрылып кетем туғандар. Чоң бир бизнес сатканы жатабыз достор. Алысып айтырыңыздар, биз Кылыч акам экөөбүз толық қылып біз сіздерге жеткіре берейлі. Кылыч ака, ассаламу алейкум. Ассалам. Түшіндіріп берсеңіз ака, шашпай, мынау давайте мында қылайлы Кылыч ака. Сұрау жауап қылайлы, адашпаш үшін. Мол жерде иштетіп отырғаныңызға қанша болды? Былтыр октябрда шыққанбыз. То есть 1 жыл. 1 жыл болды. 1 жыл болуда туғандар. Адрес метро Люблино. Точнее адрестері біз экранға в любом случае туғандар жазып қойыз. Номер телефон, жана адрестер экранында болады туғандар. Чалып келсеңіздер болады. Анан басы қанша квадрат метр, қанша аренда болады туғандар. Полностью мен сіздерге түшіндіріп кетем. Баяғы бар ғой, азыр бағасын оқығанда давление болып, нервничать етпей, бұны баяғы іштеп жүргендер түшінеді туғандар. Жөнден жөнле психовать етіп, шаштары қарып кетпесін. Көру братан, азыр бағаны оқығанда. Қанша квадрат метр братан? 574 документ бойынша. 574 квадрат метр, 3 этажды здание деп қойын, азыр сыртынан да көрсеңіздер. 3 этажды здание, 2 этажы бұл жерде туғандар, значит, кафе, чайхана, ресторан десем жаңылышпаймын. 3-ші этажы пустой азыр, Бирок бильярдный бірдеке қылса болады, да? Рұқсат бар. Жақшы. Аренданың бағасы қанша дедік? 1 300 000 300. Бирок бурчуна уже бір шаурма жасай тұрған жері бар екен, ал жерді уже сдавать етіп қойғымыз 50 000-ден сізге береді, То есть получается 1 250 000-ден туғандар береді келсіздер. Полный готовый бизнес туғандар. Мен сіздерге полный көрсетіп шығам. Шул жерде болған десен бардығы қалауы? Бүті қалады. Мен ручкамен тетрадым алам, қалған бүті қалады. Поварлардағы? Поварларда қалады. Эми поварлар бойынша сөйлешет да тұру, сырымды, да? Мынау шундай туғандар. Готовый бизнестің басы бойынша біраз сауыр қылып тұрыңыздар. Мен сіздерге азыр біраздан кейін айтып берем туғандар. Азыр айтып қойсам, бекерден бекер нерв болып, психовать етіп, видеоны көріп. Туғандар, еми кеттік. Мынау жер, кіреберіш жер, прихожий жер, Кылыч ака? Кіреберіш. Прихожий жер, мол жақ не, ака? Бұл жер хостес тұра тұрған жер, яна разделкасы. Типа гардероб, да? Гардероб. Мынан қарасаңыз. Бұл бірінші этажда. Бірінші этажда жүрөбүз азыр, бірақ гардероб. Бұл жерге келсеңіздер, мына соның зона туғандар, көртастар достар. Бұл жер уже прихожий дейін. Мол жаққа кетсеңіздер, лестницамен 2-ші этажға шығып кетесіздер. Бирок азыр мен сіздерге 1-ші этажды бүтіріп берейін. Мынау фонтанчик екен ака, Сүрөткө түшкөнү сон жер екен, живой мына су ағып тұрады. Бұл чайхана круглосуточно иштейби? Жоқ, ертемен саат 10-дан түнгі саат 2-ге чейин. Бирок круглосуточно иштесе болады. Ертемен 10-дан түнгі саат 2-ге чейин иштейт, Бирок круглосуточноға доступ болот. Жакшы. Уборный жактарды көрсөйүн, туғандар. Келген оператор жан. Туалет. Туалеттериңиз ака, бирокчу мен көп эле чайханалар көрсөтүп койгом мына жерде. Современный экен, туғандар. Современный, таптаза. Не точно немелерден эмес да. Көп жерлерде өзү эми туалетти көрсөтпөй эле койсун дейт. На самом деле туғандар, бул туалет, уборный бул важный жер. Туруу Кылыч ака? Тура. Мына 2 туалет бар экен, туғандар, мына көрдүңүздөр. Таптаза сонун экен достор. Канча персонал иштейт азыр? Общий 17. 17 персонал. Молодец экен. Туғандар, мында айткандачы, 17 персоналдын багыштын өзү эле бир канча турат достор. 17 персонал жок дегенде 100 000-ден иштейт, азыр, Одан ойда. 100 000-ден иштебейт, поварлар, мында айтканда. Туғандар, мында айтканда 17 персоналга 1 700 000 бул бер жагы. Персоналга эле берет. Анан кийин бул жерде свети, коммуналкасы, эми айтып кетсеңиздерчи, туғандар.
Молодец, братан. 17 адамды иш менен мындай айтканда камсыз алып турат да. Кеттик экен. Отур мыналардын состояниялары жакшы экен. По-моему, дивандарыңыз жаңы элеби дейм да. Бүті жаңы. Жаңы эле экен, а? Бул жер барный зона, а? Барный зона. Барный зона экен, туугандар, бул жер. Кухняны көрсөйлү, каякта кухня? Болар, таза моң жакта элем болуп. Мына эрки пирлер, биринчи этаждык өзүнчө. Бул главный эмеси, экинчи этажда да эрки пирлери бар. Полный халат, а? Полный халат, жакшы. Мына жерде холодильниктер бар экен. Могу телевизордун өзү достор бир 100 000 тегелей болсо керек, а? Примерно, а? Камбуфлерден бүт. Могу жактардан бери көрсөткүн, оператор. Могу жерде канча посадка бар? Биринчи этажда 80. 80 посадка бар, а? Життер тамак кандай экен? Жакшы элекенби? Адет кандай? Мына туугандар, клиентский зоналарда бар да, клиенттер мындай постоянный клиенттер менен келген. Оны бала жаман жерге барбайт деп коюм, көрсөтүп коюн. Келиңиздер. Жакшы. Дальше кеттик. Кухнянын өзү канча квадрат метр, братан? Кухнянын өзү бир 100дүн өдөсү. Бул уборный, персонал. Бул персоналдын туалет деген. Көрсөткүн мына. Стиральный машинкалары менен полный бар экен туугандар. Мына көрсөтүп коюн, кире бер. Отдельный бир комната экен да. Жакшы, бул персоналга, а? Жакшы. Бул жак эмне? Экинчи этаждын лестницасы. Экинчи этаждын бул служебный дедим, а? Мынау камера. Минуспу, плюспу? Плюсовый камера экен туугандар, мына. Чоң эле бир камера достор. Бу жерде оңор эмес продукталар турат туугандар мына. И основной кухняга кирели. Мойка саласызбы же? Бул жак мойка бар экен. Бул жактан баштайлы. Бул жакта Бул жак мангальный. Мангальный зона бар экен туугандар, мына мангал бар экен. Вытяжкалар иштейт как положено достор мына. Бул ашканкы выход. Парковка частный. Парковка парковкасы менен. Бул жакка да сер парковка бар, а? Достор, на самом деле мына жерде азыр баасын айтабыз, биз кылчак экөөбүзчү. Өңүр эмес нерсе бар да, өтө көп нерсе бар туугандар мына. Мына остров бул шеф-повардын проектиси. Ортада, жакшы өтө сонун экен, Мына тандырлар бар. Тандыр бар экен, мына печке-сечкелер полный калат, а? Ооба. Борсокторду бышырат экен туугандар. Тандырлардагы иштейт, а, полный, а? Ооба. Нан өзүдөн, бүт өзүдөн. Духовкалар бүт иштейт. Поварларда иштеп атышат туугандар мына. 5 казан бар. 5 казан бар экен, а? Плита, нарак-берактар полный бар. Жакшы достор. Холодный өзүнчө отдельный. Холодный цех отдельный экен, а? Бул жакта холодный цех отдельный экен, туугандар. Мына достор, көрсөңүздөр болот. То есть бир команда болуп келип достор, либо мындай да. На самом деле азыр биз айта турган баага бир адамга бир аз оор келип калышы мүмкүн, но 2-3 болуп мындай шерик болуп ачсаңыздар да болот да. Достор бар го, 5 миллиондун чөнтөгүндө барларчы. 2-3 адам биригип алып мындай ачсаңыздар болот туугандар. На самом делечи өтө көп нерсе бар. Бааны айтайлы экенмин, а? Бааны туугандар мына. Обычный мындай жактатып алгым. Обычный да бааны 14 миллион дедик. Түшпөйсүз? Болушу. Туугандар 14 миллионго мына ушул жерден полный алсаңыздар болот достор. Мынакей машина сашына мен да кабыл ала бересиз бекем? Жок. Сүйлөшүп болот дейм. Болбойбу? Акча. Акча менен туугандар мынакей 14 миллионго баасы коюлду, готовый бизнес. Командаңыздар менен келдиңиздер, жумушту баштап кеттиңиздер. Дагы бир жолу айтайын туугандар, бир адамга бир аз кыйын болуп калышы мүмкүн. Хотя биздин акелер да бай. Бизнесмен акелер толтура Москвада на самом деле. Туугандар, келиңиздер мына. 2-3 адам болуп, учредитель болуп, мындай команда болуп ачсаңыздар болот, либо бир адам ачса болот туугандар мына. Готовый да, келдиңиздер. Бул жакта поварлар да калат экен, поварлар менен келип бир сыра сүйлөштүңүздөр. Официанттарын бир сыра келип сүйлөштүңүздөр, ишти баштадыңыздар да туугандар мына. Экинчи этажга чыгайлы. Бул эми бүтө элекпиз биз элечи. Салам алейкум. Бул биз бүтө элекпиз. Бул жерде туугандар анан эмеген. Не только күнүгө чай ичип отуруп эмес, той топура өткөрсөңүздөр болот экен. Да, братан. Той топор 160 адамга чейин экинчи этажда тойлорду өткөздүк. Бир айда 2-3 той өткөзөбүз. Бир айда 2-3 той болот обязательно, Ооба. Мол жерде дагы чоң кен туугандар, өтө чоң кен. Мына көрүп атасыздар достор. Бул жерде тойкана өткөрсө болот экен. Бир айда 2-3 той өткөзбү? Кабинкалардын плюсу бул Москвада эме 6-8-10 адам чогулганда эле өзүнчө бир кабина деп отургандар. Мына жерде спокойно бир 10 адам спокойно отат туугандар. 10 бер жагы 15 адамга чейин батырсаң болот. Мындай кабиналар көп.
Қанша кабина бар бұл жерде? Общий 8 екінші этажда. 8 кабина бар екен. Охо, бұл жерге біреу уже Бұл караоке зал. бүгін бір алып отыршы айта берді, Мына туғандар, бүгінгі фуршет дейін, достар. Мына қарасаңыздар, поварыңыз молодец екен, мыналарды қара көрсеткін. Соның қылып жасап тұр, мыналарды қарасаңыздар, достар. Бізде караоке зал бош болбайды, күнігі бар. Караоке зал, О, Дарсоғын өзі қаншаға болып кетті екен, индивидуально дейм, Шу, о. Дарсоғын жайлапсыз бір оқшы. Сон болып тұр. Мына туғандар, кондер бар екен, караоке бар екен, достар. Жақшы. Тапшандар бар. Тапшандар да бар екен. Жоқ, тапшандар ішкерде. Қаяққа кіреді екен? Мен қаға? Мына. Бұл жерде де мұңырмай чоң бір кабиналар екен де. Екінші этаждың чай қайнап бере тұрған бар өзінше отдельный. Эркипері екінші этаждық өзінше отдельный. Бұл жерде чай қайнап береді, Мына туғандар, специально тойот көрсеңіздер, чайник-майниктер полный қалады, Қалады, бүті қалады. Эркипері бар екен бұл жерде. Тапшандар бар. Бұл кішінекей тапшан. Қанша бар бұдан? Бұл эко бар тапшандан, бұл кішінекей. Бұл жақта чоңы бар. Бұл кішінекей болса чоңы. Охо. Достар, бұл жерге бір 15 адам спокойно отырса болды туғандар. Спокойно батады бұл жерде 15 адам. 300 сөңіздер печкелерден бері қойып қойып тұр даже. Намаз қыласы бұл жақта, бұл офисе. Не бар бұл жақта да? Бері намаз оқушы. Бұл жерде намаз қана. Бұл жақ офис, бұл офисте мен ішетпедім. Бұл жақта, короче, шефтер отырады екен да, бердечі. Ең главный шеф отырсаңыздар болады екен туғанда, да, бір кабинет. Емі жаң келген адам бұл жерге адашып кетеді кесіңе. Өте шоң кен батан. Бұл бірінші этажға кухнядан ходы. Түшіп кетейлі шындандар, Жүріңіз. Если что, бұл задний ход, арқа жақтан. Анан, кстати, 3-ші этаж жақта? Нол жерме, чекет еді. 3-ші этаждағы бар екен, достар, бильярдный клуб қылып ашсаңыздар болады екен туғандар. Продукталар не болады братан? Қандай продукталар? Қалай өрек ұшы ойдан? Қалай өрек? Салам алейкум. Жүр. Дағы Қылычака, айта тұрған сөздеріңіз бар ба? Қошымчаңыз. Айта тұрған сөздер, ала тұрған адам болса прямой звонок қылып береді. Сөйлешеміз, Полный прозрачный ашып түсіндіріп беремін. Да, собственникпен сөйлештіріп тұру, чтобы неме болып үшін, да? Туғандар мынау үшіндай, достар. Номер телефондары қалтырабыз Қылычака. Келіңіздер, кімге готовый бизнес керек болса, сөйлешіп, мен ойлаймын, дәші өзіңіздер сөйлесіп. Туғандар, мынау ешік, достар. Мынау жақтар бүт парковка. Оң ор емес парковка бар. Анан кейін метро Люблиноға 3 минуттық жол тұзыр. То есть пешком доступный, да, мұнда айтқан ач. Мына фото көрсетіп қойын. Отдельный стоящие здания екен, да, достар. Бұл бір жерден мындай бір сомдың бір немес емес екен туғандар. Домның түгіде орнатылған мында отдельный стоящий екен, камералар полный іштейді екен. Полный іштейді оға. Оған ем көрсетіп қойды. Үшінші болып қалды. Жүргіледі, мына шаурмасы да бар екен бұл жерде. Арендаға беріп қойып тұр. 50 мыңнан берген екен туғандар. Мынау жердағы полный шул жаққа қарайды екен, есі что? Мына. Достар, көшеде бұл жерде шаурма доступ бар екен. Обычный еле туғандар. Шаурманы ешетсеңіздер болады туғандар мұна. Туғандарда, болды екен. Туғандар үшінде еме ала тұрған адам сөт әке сіздер еме машина алып отқан жоқсыздар. Бұл еме чоң бизнес. Келіп, көріп, әкәмменен чайды ішіп, бір қойым кофені ішіп, анан кейін ордан сөйлешөстөр деп ойлойм. Ошондой да туруп жатам, тура айттым ба? Же неправильно айтып койдум ба? Айта турган сөзүңүздү айтып калдым братан. Ол ошо. Эми калганын телефондон. Да. Ассаламу алейкум достар.